Бүгінгі күннің ашығынай. Бірақ күн құлазып отыр. Орман адамдарында тәртіп жоқ. Арыстан болса Астанадағы Айыс жиналысына кетуді. Орманның жайы болса мынау. Orman kazmasını onu sol şaş barbar ısrar ettin ol. Неден қорқам? Ақырып тұрған арыстан жоқ. Бізде бақыларды тауысып кеткен жапа күн мен түнді ар жағына қалып құйықтап отырады ғой. Мен де арыстан келінші орманы шалқып жүрейін да. Айтпақшы жапалақ демекші көзінің серет камерасы жапалағымыз қайда болса? Мен бармын, бақылап отырып ғой. Осы күн ба, түн ба? Түлкі, естірсі бар, дыбыс естіліп тұр ғой, көріп келеді. Ойбай, екі өкпесі қолынан қасқырмен қуып келе жатыр ғой. Қасқыр дейсің ба? Екеумізді жетіп oldu ғой. Әзер жетті бұл. Қасқырдың аузы жесе де қан, жемесе де қан деген бәле болды. Қоям, мен сені қуып келгенім жоқ. Менің түс тақсы деген атағым бар. Сол атақпен ел жерді аралап, біраз қауғаланып қалған мәселелерді көріп, жаным ышқынып сендерге келдім. Орман адамдары неше болып жатыр? Мына батысымыздағы Каспийіміздің халі қиын. Мұнай мен газдан уланып тынысы тарылуда. Оңтүстіктегі құрғақшылық сыр диқандарын әбігерге салуда. Судан тапшылық қылып ақ күшіне алаңдауда. Шығыста орман өрті. Орталықта аңызат жерден жездінің жолы шалынды дауылымен айналса, солтүстікке есіл арнасынан тасып, судың топаны болып жатыр. Сен оған айтасың, солтүстіктегі пингвиндер ағайылы, сендердің ағаларымызды Антарктида жағалауында тағылып жатыр. Ғаламдық жолының мәселесі туындап отыр деп дабыл қағуда. Сендер не айтып жатсыңдар? Сонда сендер орман есепшісін шақырмай, мәселе шешетін болмасыңдар ма? Қояш, сенің айтып жатқаның дұрыс. Ормандағы экологиялық дағдарысқа бізге де жыл сайын республикалық бюджеттен орман өрттеріне, жасыл жерді түптеп қалпына келтіруге, орман орындарынан су арнасына шығарып, шамамен есептегенде 7 миллиард теңгеден бөлінуде. Осы ақшаны ісімізге жаратып, ісіміз оңалар. Айтпақшы маған жеті уақытын шешіп, бір басыда жоқ хабарласып қой, маған білесіңдер мені деп айтты. Арыстаннан не хабар? Мені жеті уақыт айыспыға емессің дедім. Bu kılıçı aldın, ayıstan şartı almış. Tınış, arıstan gele жатыр. Ауға сығыр, жол бойы сенен хабардармын. Мен Астанада өткен айыс жаңалығын айтайын, жаныма жиналыңдар. Келіңдер, бәріміз бірге тыңдайық. Күннің жарығы мен жылуы адам баласына қандай қажет болса, айыс те еліміздің өркениетті елдер қатарына қосылып, электр жарығына тәуелсіз өмір сүру үшін өте қажет. Ертеңгі күнді бүгін ойлаған дұрыс. Болашақта электр жарығының тапшылық қаупі тұрғанда айыс салу өте тиімді. Айыстың арқасында ең алдымен тасымалданатын жарықтан құтылып, өзімізде өндірілген жарыққа қол жетеміз. Атом энергетикасы атмосфераны ластамайды және біздің планетамыздағы климаттың тез нашарлауына, топырақтың ластануының алдын алады. Көмір мен газ тұтынуын азайтуға үлес қосуымыз керек. Одан кейін экологияға зияны жоқ, жасыл аймақта айналамыз. Орман сақшысы Сауысқан, қайдасың? Мен мұндамын. Бүгінгі кешкі жаңалығыңа Астанадан әкелген жақсы хабарымды жеткіз. Ормандағылар елдегі жаңалықтан хабардар болсын. Орманымыз жайнап, жасыл өлкеге айналайық.